Зерттеушілердің деректеріне сүйенсек, 1927 және 53 жылдар аралығында Қазақстан бойынша 125 мыңнан астам адам қуғын сүргінге ұшырап, нәубет жылдар 5 миллионнан астам қазақ ашаршылықтан қырылыпты. Қазақ халқы ұлттың дамуына сүбелі үлес қосқан тұлғалардан айырылды. Бүгін біз студиямызда 20 ғасырдың басында талайды сарсаңға салып қасірет шектерген, ел тарихында қызыл қанмен жазылған нәубет жылдарға тоқталып өтпекпіз. Ассаламағалейкум, құрметті көрермен. Алтайньюс медиа студиясында бүгінгі келген қонақтармен таныстырып өтейік. Айдмұхамед Қасымов, журналист, жазушы, Қазақстан журналистер одағының және жазушылар одағының мүшесі, филология ғылымдарының кандидаты, ерен еңбек үшін медалінің иегері. Қош келдіңіз. Альфия Бакбаева, облыстық тарихи өлкетану музейінің экспозициялық көрермен қамтамасыз ету бөлімінің меңгерушісі. Қайырлы күн, қош келдіңіздер. Енді және хабарымыз басында айтып өттік қой, жалпы зерттеушілердің деректеріне сүйенсек, осы 1927-53 жылдар аралығында Қазақстан бойынша 125 мыңнан астам адам қуғын сүргінге ұшыраған. Олардың 25 мыңы аты жазасына кесілген. Осы кезеңде бүкіл елде 953 лагерь жұмыс істепті. Қазақстан аумағында ГУЛАГтың 20-дан астам лагерь орналасқан деген мәлімет бар. Осы деректерге сүйене отырып айтаға сіз қалай ойлайсыз, неліктен дәл Қазақстанда соншама көп лагерь шоғырланды? Одан кейін бұл географиялық, саяси, идеологиялық себептермен байланысты ма, қалай ойлайсыз? Неліктен жалпы басқа біз көршілес Орта Азия мемлекеттерімен салыстырғанда қазақ халқы осы ашаршылықтан болсын, қуғын сүргіннен көп зардап шекті? Оның рас, енді бұл бір қазақ үшін, қазақ халқы үшін бір сондай қылмысқа толы қызыл қырғын кезеңі болды. Енді мысалы мынау тұңғыш қазақтардың жерінде санақ 1897 жылы өткен екен. Сол кезде қазақтардың саны 4 миллион 84 мың адам болған екен. Ал одан кейінгі санақ 1939 жылы, яғни 42 жылдан кейін болған санақта қазақтың саны 2 миллион 300 мың, яғни 2 есе кеміп кеткен өсудің орнына. Енді ол әрине мынау 20-21 жылғы болған ашаршылықтың салдары, 30-32 жылы болған ашаршылықтың салдары, одан кейін қуғын сүргіннің салдары 30 жылдардағы. Енді сол 42 жылдың ішінде, мәселен жаңа өзің айтпақшы, өзбек халқы ол 5 есе өзінің халқының саны өскен екен 42 жыл. Енді ол неліктен қазақта соншама қысым көрсетілді дегенде, неліктен сол кезде билікте біз бір жек көруші бір сипат пайда болды ма? Әлде тәуелсіздікті аңсайтын, азат, өзінің пікірі бар тұлғалардың көбірек бізден шыққаны ма? Енді ол да мүмкін. Мінекей бізге 25 жылдары Голощекин келді. Оған шексіз билік беріліп қойды анау Мәскеуден. Ол өзінің уысында ұстады қазақты. Және ең алдымен оның жасағаны мына өзіне бақталас болатындай биліктегі мықты, білікті азаматтарды жан-жаққа бытыратып таратып жіберді. Одан кейін барып, сол мінекей зорлықпен енді ұжымдастыру болды. Одан кейін бас көтерер адамдардың барлығын қырып салды деген сияқты. Оның барлығына қазақтар енді әрине бұлай мойынсұнып не істесең оны істе деп отырған жоқ. Сол кезде 2200-дей ұйым болған екен қазақтың әр жерінде, Қазақстанның. Осы әділетсіздікке мына осындай неге қарсы шыққан. Оларды кеңес үкіметі баяғы бұл бандиттік топтар деп, оларды сол жерде бас көтергендердің барлығын қырып жойып, өлтіріп, байдатып, сөйтіп жіберген ғой. Енді мұнда бір өте бір қазір енді қызық деп айтуға да болмайды, бір қылмыстық жағдай. 37 жылы орталық комитеттің пленумы болады да, сонда НКВД-ның бастығы Ежов. Сол өзінің жан-жақтағы
басқармаларына тапсырма береді. Мысалы, сол пленумда мына халық жауларын әшкерелеу мәселесі арнайы қаралады да, олар енді тіпті болмай жатқан дүниені, мысалы, әрбір 90 сайын, әрбір ай сайын мына халық жауларын, осынша халық жауы әшкереленсін деген тапсырмалар береді. Сонда мына цифрлар бар, мысалы, мына 37 жылдың 30 шілдесінен баяғы жыл соңына дейін 6 айдың ішінде 259 мың антисоветтік элемент ұсталып дейді. Оның 72 мың адамы атылу керек дейді. Енді бұл шаруашылық мәселесі емес, алдын ала жоспарлаған деген не деген сөз? Сонда ауылда кез келген адам жапон тыңшысы, анау халық жауы, советтің қарсы адам деп кез келген мүмкін жапонды өмірінде көрмеген адамдарды сөйтіп бұйрық бойынша ату жазасын кесе берген ғой. Алдына тапсырма жоспар бойынша олардың. Енді сол жоспар, және ол жоспар құр жоспар емес, анау ол лимит сұрауға рұқсат берілген екен. Мысалы, біз оны орындай алмадық, бізге тағы да қосымша осынша халық жауын әшкерелеуге, анықтауға мүмкіндік беріңіз деп сөйлейді. Ал мынау мінекей өте құпия деген неменен шифровка мінеге. Бұл Москваға Сталинге жазған екен, Мирзаянның жазғаны, сол кездегі Қазақстанның орталық комитетінің бірінші хатшысы. Бұл 37-ші жылы мінекей 2 желтоқсанда жазылған екен. Осының ішінде мінекей, енді бәрін оқымай-ақ қояйын, бізде мына ол кезде категорияға бөлінеді екен мына халық жаулары. Біреуі мүмкін білімді, басшылық жұмыстағы болу керек та, екіншісі төменгі сатыда, сонда 8 мың дейді. Нам было предоставлено право репрессировать по первой категории 8 тысяч человек и второй категории 8 тысяч человек. Сейчас эти лимиты почти все полностью использованы. Өстіп отырады да, енді для полной зачистки остатков мы просим разрешить дополнительно репрессировать по первой категории 600 человек, по второй категории 1000 человек. Бұл не деген сұмдық сонда? Сонда анадардың енді басшылар, мысалы, үкімет басқарған недердің барлығы ұсталып жатыр, бас көтергеннің барлығы. А мынадар, жаңа өзің айтпақшы, шалғайдағы бір ауылда тіпті жапон деген халықтың бар екенін білмейтін адамдар ұсталып, мына нені толтыру керек қой. Бұл қаншалықты, қандай мақсат болды сонда бұл жоспарды құрудағы? Енді меніңше сол қазақтарды санын азайту ма? Құрту ғой. Қазақтың қазір де жазып жатыр ғалымдар. Қазақ ендігі тарихта да қазір енді тіпті орыстарға қосылтып жазғызамыз деп жатыр. Енді оның бәрі қажет жоқ нәрсе ғой. Қазақтың тарихы енді әрине көп жерде анық нақтылық жоқ. Бұрында қазақтар енді тіпті анау метрикада алмаған, жылнамада жазбаған, көп ауыз келген ғой. Ал қазақтың енді батыр халық екен, жауынгер халық екенін, оның барлығын енді бұлар да біледі. Сол анау Сталиннің өзінің бір жазбаларында бар, мына түркі халықтар, оның ішінде әсіресе қазақ халқынан баяғы қорқу керек енді. Бұлардың тарихын өздеріне де білдіртпей құрту керек деген сияқты. Енді соның меніңше сол саясат көп уақытта міне осыған да салқыны тиген сияқты. Жақсы. Әлфия ханым, жалпы енді облыстық тарихи-өлкетану музейінде осы қуғын-сүргін құрбандарына байланысты, ашаршылыққа байланысты көптеген деректер бар екенін жақсы білеміз. Жалпы сол қуғын-сүргінге ұшыраған жандардың өңірімізде, солардың ұрпақтары, бұл халық жаудың баласы деген аты қаншалықты кері әсерін тигізді жалпы. Олар бұл тағылған айыппен қанша уақыт өмір сүрді. Енді олардың оқуға түсуіне де көп жерде жұмысқа алуына да мүмкіндіктер болмады ғой.
Енді облыстық тарихи өлкетану 1960 жылдардан бастап өзі мына репрессия тақырыбын ақырын жинақтау жұмыстары басталды. Енді сол кезден бастап қазір енді біршама көлемде материалдар бар. Бірақ енді ұрпақтары болғанда қазіргі енді мына сол мына репрессияға ұшырағанның ұлдары, қыздары дейді ғой, енді ол қазір өзі бірнеше жас шамасына келіп қалғандар ғой, 80-нен асқандар, тіпті кейбіреуінің өзі көзі де жоқ. Сол 60 жылдардан бастап біраз материалдар жинақтап 2012 жылы біздің Шығыс Қазақстан облыстық өлкетану музейінің саяси қуғын-сүргін және ашаршылыққа байланысты бөлім ашылған. Бұл бөлім 2012-де ашылып, біздің осы Шығыс Қазақстан өлкесіне қатысты репрессияға ұшыраған партия басшы қызметшілері бар, хатшылары бар деген секілді. Мына өндіріс, социалистік өндіріс құрылысының жұмысшылары дейді, енді кең басқарма директорлары дейді, өз кезіндегі мына Саул Маркович Сверлов деген бар, мына Жұмажан Тәттібаев деген кісі, мына Зырян Кеңбайту несінде жұмыс атқарған партшколдың директоры болған. Сол кісілер туралы біраз мағлұматтар бар, бірақ бізге міне осы ұрпақтары өткізгенде таза енді анық несін бермейді, қолындағы құжатын. Енді біз оны не істейміз, көшірмесін жасаймыз. Құжат дегенде қандай құжат береді? Мысалға фотосуретін алып қараймыз, міне осындай көшірмесін жасаймыз. Одан кейін мына ақталу туралы қағаз, көбінде мына КМБ-ға жібереді ғой ақталу қағазын. Сол қағазыменен қалған несі ғана көбінде. Одан кейін бір кезінде мысалға ақын жазушылар да болды, білім Дайырбек Оралұлы деген кісі болған екен. 1978 жылы Ұлан ауданы Желдіөзек ауылында дүниеге келген дейді, Руы бөрте дейтін. Сол кітапта жазылған бір кітап бар. Сол кезде оның қазір қызы Фарида деген қыз, Дайырбек қызы Фарида, ол кісі қазір 88 жасқа келіп отыр. Сол кісінің өз аузынан естіген естелігінде әкесі сол уақытта колхозда енді шаруа болған ғой, қарапайым шаруа семьясынан шыққан, еңбек адамы. Сол кезде мына конфискация басталды ғой, мына 10 сиырым болса 5-еуін алып кетеміз деген секілді. Сол кезде ол кісі айтады екен, тіпті бір сиыр мен 5-6 қойды қалтыруға болмай ма деген секілді. Өзінің енді протест қой, енді ол кезде бір несін айтып шыққан екен. Сол уақытта ол кісіні сен мына контрреволюционерсің, билік несіне қарсы шыққансың деп, ол кісінің 1930 жылы түрмеге алып кетеді екен. Түрмеге алып кеткен соншалықты Беломор канал несінен бірақ шығады екен, зауыттың несінен. Сол кезде әйелі болады дейді, ол кезде мына балалар кішкентай, Фарида апай көзімде есімде бар дейді, әкемді екі жаққа немене чекистер дейді ғой, өздері нелер ғой, НКВДшниктер ғой, келіп екі жақына қолтықтап әкетіп бара жатқанда шешемнің аяғы ауыр болды дейді. Сол кезде дейді, мына шешемді де қарамай дейді, Никитинкаға жаяу дейді, жолға түсіріп айдап алып кетті дейді. Содан бір зынданға лақтырып дейді бізді дейді. Сол кезде мамамның аяғы ауыр дейді, бала жарымжан бала өмірге келген ғой, 7 жасынан бастап бірақ жүрді дейді. Сөйтіп әкем қайта босатылады дейді. Босатылғаннан кейін дейді, біраз уақытта қайта енді өзінің Ұлан ауданының совхозында жұмысқа тұрған кезде дейді, ол кісіні халық жауы деп алмай қояды екен. Көрдіңіз бе, қандай әсері бар? Бізді де халық жауы деп тіпті оқуға да тіпті мектепке де кіргіздірмеді дейді, бізді шеттетті дейді. Содан әкем дейді, өзінің мына нағашы жұрты жағына неге көшіп кетті дейді, нағашы жұрт жағына. Содан сол уақытта біраз тұрды дейді, нағашы жұрты жағында, Самар ауданына. Содан енді бәрі тыныш басылған шығар деп қайта әкем келеді дейді. Әкем келгеннен кейін совхозға қайтадан алынған кезде ол әкемді тағы да халық жаусың, сен тыңшысың деп тағы шеттетеді екен. Сөйтіп екінші қайта 1838 жылы 11 маусым айында жаңағы Ахмер ауылында тұрады ғой, енді ол кісі сол жерде қайта соттайды екен де, ол кісінің сол ату жазасына 38 жыл 1 қарашада исполнение приказу дейді, ол кісі ату жазасына ұша кетеді екен. Сөйтіп ату жазасына ұшырап, одан кейін мына қалған бала шағаны дейді, әкемнің үлкен ағасы бізді асырап алады дейді. Соның қолында өсеміз дейді. Бірақ біз дейді, тіпті біраз уақыттар дейді, мына халық жауының балалары деген сондай бір қорлыққа пен өттік күніміз дейді, ол кісі айтады. Кейін бірақ Алматыда жаңағы филология несіне түсіп, тәмамдап жоғарғы оқуын бітіріп, ол кісі мұғалім болып қанша жыл еңбек етті. Содан 5 баласы болған екен сол кісінің, жаңағы Дайырбектің. Содан міне қызыменен сұхбаттасып, кәдімгідей қазіргі таңда ол 88 жасқа келіп отыр. Енді былай айта берсек, енді осы музейде бізде жалпы ең бірінші, енді кішкене музей туралы айтып кетейін енді. Сол 2012 жылы ашылды, музей өзі бір кішкене бөлімнен тұрады. Кірген кезде енді мына жақта бір камера дейді, енді сол кездегі ең алғаш өзіңіз аға білесіз ғой, әлгі сот үштіктердің несі бойынша олар сені зерттеп, әлгі мынау нең деп отырған жоқ екен.
158-ші аға 58-ші баптың 158-ші баптың 1-ші насашын 4-ші пункты 5-ші деп кете береді. Ол контрреволюционер немесе зиянкестік неге зиян келтірді өндіріске деген секілді көптеген жалаларды жабу арқылы дейді. Мына бірінші СИЗО дейді ғой, следственный камераға түсіреді екен. Соның бір несі инсталляциясы бізде жасалған, өте сондай бір аянышты. Бәленбай сағат ана ненің алдында, тергеушінің алдында отырып қинау нелер фактілер болды ғой енді ол кезде көптеген. Сонда енді мойнына алғандар да болған екен. Соның ішінде мысалы үшін Ұлан ауданында Мергенбаев деген кісі бар. Сол кісінде 38-ші жылы атылып кетеді. Ол кісі бірақ жаңалықта атылады. Жаңағы айтып кеттім, Алматының жанында жаңалықта атылып. Одан кейін ұрпағы оның іздестіру жұмыстары арқасында ол кісіні, ол да партия хатшысы болған ғой. Содан бір-ақ қағаз ғана тауып алған ғой. Енді ақталу туралы қағазымен жаңағы ол кісінің мынандай делосына түскен фотосуреті бар. Мынандай бір міне деладан түскен фотосуреті қайткен екен, қалтырылған екен осы Мергенбаев деген кісі. Өте бір сондай не аянышты болды ғой енді олардың тағдырлары. Сонда Шығыс Қазақстан бойынша 1350 адам саяси қуғын-сүргінге ұшыраса дейді, соның 300-дей ату жазасына ұшырап кеткен екен. Соның ішінде мына көбінесе мына партия хатшылары дейді. Соның бірін айтатын болсақ, мына Құндақбаев Кәрім деген кісі бар. Зайсан ауданында Кеңсайда несінде қарапайым шаруа несінде дүниеге келеді екен. Енді сауат ашылмаған дейді басында, енді бірақ ол өте алғы зерек болғаннан кейін әкесі байқайды ғой, орыс тіліне де жақын дейді. Содан әкесі оны ақырындап нетеді. Бірінші молдадан кезінде алып сауат ашты ғой, сауатты аштыру арқылы одан кейін бала жетіліп Семейдегі жаңа партшколды бітіреді екен. Сөйтіп жүріп ең алғаш өзі 5 мына облыстың несінде партия хатшылық қызметін атқарып, ең аяғында Көкпекті партия хатшысы болып жүрген кезде ол кісіні жаңа 38-ші жылы ату жазасына ұшыратады да, жаңалықта ол кісі атылып кетеді. Құндақбаев Кәрім деген кісі. Ол кездегі ауылдарда немене деп бөлінді ғой, екінші ауыл, 5-ші ауыл, 4-ші ауыл, соның 2-ші ауылында тұрған екен, Кеңсай деген жерде. Сөйтіп оның қазір ұрпағы бар әрине. Ұрпағы мына Әбесова Бижамал деген немере келіні болып келеді. Сол Әбесова Бижамал Зайсан қаласында статистика бөлімінде бәленбай жыл қызмет атқарған. Сол кісі енді бүкіл осы текті жердің әулетіне келін болып түсіп отырмын, біз ата немемізді көтеру керекпіз деп қанша ізденістің несінде сол Зайсанның белді мына жазушылары бар, редакторы бар, Бақбаева Жаңылсын деген кісі ең алғаш соның ұрпақтарымен сөйлесе жүріп газет беттеріне шығарады осындай Кәрім атамыз туралы деп. Қазір Зайсан ауданында Кәрім Құндақбаевқа арналған көше берілген. Бізде осы сол кісінің мына бір фотосы мен несі ғана сақталған, справка о реабилитации дейді. Жалпы аға қарап отырсақ, көп адамдар енді және айтып отырғанымыз жазықсыздан жазықсыз халық жауы деген табылып атылып кетіп жатты. Мысалы, еш куәгерсіз, сотсыз деп жатамыз. Мысалы, қазақтың қаншама марғасқа азаматтар атылып кетті. Көбінесе 15-ақ минуттың ішінде осы 15-20 минуттың ішінде кейбір ақпараттар бойынша халық жауысын деп танып ату жазасына кескен екен. Осындай жалған сот пен жедел жаза механизмінің артында қандай идеология тұрды? Неліктен дәл қазақ зиялыларына осындай жаппай қудаланды? 15 минуттың ішінде енді ату жазасына кесу адамның сонда сол кезде құны болмаған ма? Қалай ойлайсыз? Енді солай деп айтуға болады. Енді орысша айтқанда беспредел дейді ғой. Ойына келгенде ешқандай мысалы заң бойынша енді ол сот болу керек, соттың шешімі болу керек, куәгер болу керек деген сияқты. Ал мыналарды енді мысалы айтсақ, анау жаңа Альфияның сөзіне кішкене қосымша, шынында да Ұланның Мана, Тайынты деген жерлерінен көп адам айдалған екен. Соның ішінде Маймақов Қайыржан деген ақсақал, сауатты, былай кішкене молда болған, түсінігі бар, білікті, бірақ соны үйінен келіп алып кетеді. Ал оның барлығы мына сол жаңағыдай баласы Қапаш Қайыржанұлы деген баласы сол бір кітабында көрсетеді, көңілдің кейбір пернелері деген шыққан. Енді мүмкін ол дана музейде бар шығар. Ол Қапаш Қайыржан деген ақсақалдан мен оқыдым, біздің мұғалім болатын. Өте былай мықты, сауатты, парасатты адам. Сол әкесі туралы өзі жай әңгімелеген де, кітапта жазған.
сол манаттан ұсталып алған, және сол кісімен бірге 12 адамды тағы да соттаған. Ішінде колхозшысы да бар, мынау кладовщигі да бар, жай адамы да бар. Мұндайдар енді өте көп. Мысалы, анау Ұлан ауданы газеттің тарихы өте үлкен енді. Сонда Зәбер Баянов деген журналист ең бірінші соны құрған газет. Сол Сәкен Сейфуллин 37-ші жылы көктемде ме сол осы банкқа келеді. Сонда сол кісіні атқосшы болып енді одан басқа кім жүреді? Сол Зәбер Баянов ертіп жүреді. Бір жұма аралатып, көріп деген сияқты ана кісі бәрін аралап. Сонда артынан енді Зәбер Баянов жазады, Сәкенменен өткен бір жұма менің баяғы бір университетті бітіргендей әсер алдым, керемет деп сөйтеді. Ал енді бірақ оның енді кері әсері сол Сәкен кеткеннен кейін сол Зәбер Баяновқа тиеді, ол кісі де біраз айдауды көреді. Ал одан кейін енді мынау Катонда Өрнек деген кішкентай ауыл бар. Соның өзінен де осы міне талай адам, 77 адам ұсталып та Өрнек болғанда Үркөр деген ауыл советінен, сонда талай, онда да мысалы бір мықты Смағұлов Мұқыш деген мысалы, ол арабша өте сауатты екен. Біраз кітаптары бар екен, өлеңдері бар екен, соның барлығын тәркілеп, анау 68 жастағы адам, ол сол кісіні де баяғы апарып атады. Сол кісімен бірге, сол жаңа жиын 74 адам тағы да сол 10 жылдан арқалап кетеді. Алақандай Өрнек деген ауылдан дейсіз ғой? Ал енді жаңа Әлфия айтқан музей, енді өте қажетті музей меніңше. Бірақ ол кішкентай ғана бір бөлмеде тұр. Соны мына облыстың билік басындағылар кішкене кеңейтсе. Мысалы Алматы облысының осындай музейі, ол үлкен ғимаратта, Жаңалық деген ауылда, Алматының маңындағы ғимараты да мықты, мына аумағы да мықты. Жастарға керек, өткен тарихты білу керексіз, сабақ білу керек әрине. Соған әрбір облыстан сол атылғандар, сол Жаңалықта атылғандар апарып, соның ұрпақтары құлпытастар қойып жатыр екен. Енді осыған оралсақ аға, енді өзіңіз жұмысшы газетінің тұңғыш редакторы, 1937 жылы жазықсыз атылып кеткен Мақсұт Тайшыбаев туралы зерттеу жұмысын жүргіздіңіз. Қызыл қырқынның құрбаны атты кітап жаздыңыз, міне бүгін алып келдім, студия баспадан шығарды. Осы кітаптағы жазу барысында сізге ең ауыр тиген сәт немесе ақпарат қайсы болды жалпы? Көзіңізге жас келетін, жазып зерттеп отырған кезде Мақсұт Тайшыбаев туралы. Бұл кісінің ең бірінші мен дерегіне, анау ұлттық қауіпсіздік комитетінің архивіне ол кезде кішкене кіргізуші еді. Қазір оның бәрі неге тапсырылып, Алматыға кетіп қапты, материалдардың бәрі. Сол жерден бір тілдей ғана қағаз тауып алдым. Сол Мақсұт Тайшыбаев, Рейтер газетінде, жұмысшы газетінің алғашқы редакторы, оның құжаттары, суретіменен бір удостоверение болу керек, Алматыда тұратын қызына жіберілді деген. Сосын қызының адресі бар екен. Сосын әлгіні звондап алдыменен енді оны іздеп тауып қызын. Енді қызы Тайшыбаева емес, Сужикова екен. Жолдасының фамилиясы. Ал Сужиков дегендердің фамилиясы өте танымал Қазақстанға. Ол өзі 5 облысты басқарған кісі, Семейді де басқарды, Қызылорданы да басқарды. Өзі Астраханьның қызы екен. Бертінде сол орталық комитеттің секретары қызметінен пенсияға шықты ғой деймін. Сол арқылы айтуына кісіні таптық, Роза Мақсұт қызы, Тайшыбаева Сужикова деп. Одан кейін енді ол әлгісінің телефонменен адресін алып, хат жазып, енді біз барсақ
осылай бұл кісі біздің енді Дидар сол жұмысшының мұрагері ғой қазір. Өзіміз Дидардың 75 жылдығына дайындалып жатқанбыз, музей ашайық деп баяғы. Сосын мына кісіге келіңдер деді. Бардық. Ол кез бұл енді бір 20 жылдай бұрын. Сонда ана кісі енді шынында да көзге жас алатындай керемет құшақтап жылап, айналайындар, осы менің әкемді міне пәленбай жылда еске түсіріп іздеп келген сендерсіңдер. Көп рахмет деп әлгісі осы бәйек болып әкесінен қалған сол бір ана Семейдің екпінді газетінің несі деген бар екен, удостоверениесі. Енді ана жұмыс жол сақталмаған ғой, сосын бір түрмеде түскен суреті, сосын мынандай бір жас кезіндегі суреттері бар екен. Соларды көрсетті. Содан кейін енді ең бірінші деректі сол кісіден алдық баяғы. Ол кісі одан енді ол кісінің несі мынау мінекей. Мына Қызылқырғанның құрбанын толықтырып бердінірек, мына кісі 90-ға толады деп отырмыз. Соған осы жақында шыққан кітап. Одан кейін енді бұл кісі өзі анау Ақмола жақтың азаматы екен. Анау Қорғалжын ауданында сонда туған. Сол жерде енді өте мына бай адам, әкесі бай болған екен, би болған екен, сол еліне көсемдік жасап, шешендік жасап деген сияқты. Бірақ ол кісіден, әкесінен 5 жасында бұл кісі жетім қалыпты. Сосын Хамит деген інісі екеуі сол Ақмоланың детдомында тәрбиеленген ғой. Бірақ өзі еті тірі, пысық, 16 жасынан кеңес жұмысына араласып, одан кейін бұл кісі сол Ақмола прокурорының көмекшісі болып жүрген жерінен газетке шақырылады. Өйткені енді ол кездегі қазір сияқты журфак андай кімнің қолынан жазу келеді, соны іздеп тапқан. Сосын бұл кісіні анау енді қазіргі егемен Қазақстан ол кезде енді сол социалист емес, енді тағы да атауы бар. Сол республикалық газетте 1-2 айдай кішкене пісіріп, неден өткізіп, тәжірибеден. Сосын тақыр жерде мына орыс көп рейдерге жібереді, сен қазақ газетін ашасың деп. Өйткені рейдер ол кезде бір үлкен өндірістің ошағы ғой, Қазақстандағы. Жан-жақтан қазақтар ағылып келіп жатады. Ол жерде 29-шы жылдан бастап жұмыс істейді екен орыс газеті. Одан кейін енді қазақтар көбейе бастағаннан кейін, және саясат та бар, енді ол кішкенегі коренной адамдарды көтеріңдер деп. Сол жерде газет ашады. 2 айдың ішінде сол 24-ші қазанда газет ашады. Сентябрьдің 1-інде келеді да, 24-інде 1 айдан кейін сол газет ашып, сол жерде тұрақтап 7 жыл жұмыс істейді. 7 жыл жұмыс істегенде бұл кісі енді сол кезде өз оқығандардың бәрін бір-біріне айдап салу, сосын бір-бірін сол құртысу деген сол кездегі бір саясаттың несі ұстанымы болу керек. Сіз ақпарат іздегенде бір ерекше бір жайтқа куә болдыңыз жоқ па? Көзге жас үйірілетін бір осы кісі жайлы материал іздегенде қандай бір сорақылықты байқадыңыз сол кездегі биліктің? Ол сорақылық жаңада айтқан сияқты, анау бұл кісіні алдыменен сол рейдерден Өскеменге алып келеді. Өскеменде біраз жатқызып, одан кейін Алматының НКВД қазір қандай сол Наурызбай Батыр мекен сол көшеде ғой деймін, қазір де ғимараты бар. Сонда алып келеді, сол ұстағаннан 5 айдан кейін бірақ жауап ала бастайды. Жауап алғанда енді бұны керемет қинап түнімен ұстап отырады, дем алып қызбайды. Бұл сөз кішкене ауру
туберкулез выявляться деп, сонда да оған қарамай қинап ұрып соғып деген сияқты сол ақыры мынау есі шала енді кірер кірместе қол қойғызып алады. Мен енді сол мойындаймын деп. Ал ана енді сол КГБ-ның архивінде тұрған недер, мына штампы болады ғой міне. Мынау недер, мен осындай адам деген, тек кейбір жерін ғана толтыру керек та, әйтпесе жауабы да дайын, несі да дайын. Мысалы, мен дайындап алған ғой, алдын ала айтады да қол қойдырады. Алдын ала бәрі дайындалып қойған. Сот десеңізші. Сосын мынау мына жерге қол қой дейді, оның ішінде енді мен мойындаймын деген негізгісі. Соған қол қояды да, бітті. Одан кейін сол қойғаннан кейін мінекей 15-ақ минут. Енді бұл кісі тәуірек азаптап, қорлап, халықты сөйтеді енді. Бұл кісі енді сонда ең соңғы сөзің қалай деп сөйдейді, енді айт соңғы сөзіңді. Енді мен енді әлі жаспын дейді, енді 34 жаста екен сол кезде. Мен партия мені тәрбиеледі, мен партияны сатуым мүмкін емес. Сіздер маған мүмкіндік беріңіздер, мен осы партияға адал қызмет етіп, өзімнің енді жуамы, ақтайым баяғы мынандай кінәмді деп. Оған андыр енді қарамайды да, пысқырмайды да. Сол 15 минут сол 3 адам моментально сол жерде жады. Атылған ненің дауысы да естіліп тұрады екен. Енді мына бұндай адамдардың, міне мына Мақаш Тәтімовтің демограф бар ғой, сол қазақ әлемі деген несі бар, қазақтың саны қанша, қазақ қашан, қайдан қуылды, атылды, қырылды деген кітабында. Сонда мынау 38-ші жылы 2 айдың ішінде, ақпан наурыздың ішінде сол 631 азамат сол неде атылыпты, Алматының түрмесінде. Енді оның ішінде мысалы мына Бейімбет, Сәкен, Ілияс, солармен қатар біздің осы шығыстың Сәлемхат Күленов болады. Әкесі ғой Ахат Күленов. Сосын Ахмет Төлегенов болады, Бибігүл апайымыздың әкесі. Қатонқарағай. Одан кейін сол Мақсұт Тайшыбай, осылардың барлығы сол осы 2 айдың ішінде ақпан наурызда атылып кетеді. Айтаға және сіздерді айтып отырды, жалпы жазылса жазылғандардың қатарында енді Ұлт Көсем, Әлихан Бөкейхан, Ахмет Байтұрсынов, Тұрар Рысқұлов, Мағжан Жұмабаев, Бейімбет Майлин, Сәкен Сейфуллин сынды қайраткерлер мен зиялылар болды. Енді осы қуғын сүргіннің бұл кезеңі қазақ ұлтының жалпы дамуына қандай зиян әкелді? Біз қандай мүмкіндіктерден айырылдық? Енді мысалы оны әріден бастасақ, мысалы бұл кісілер атылмаған кезде, аман есен болған кезде біз қандай ел болатын едік? Мінекей сол алаш қайраткерлері, мысалы Әлихан Бөкейханов, Ахмет Байтұрсынов, Мұстафа Шоқай, солардың барлығы кезінде мысалы алаш республикасын құрып, соны қолына алу мүмкіндігі болса, бұл кісілердің, онда біз мүмкін қазір шалқып өмір сүріп отырар едік. Ал мынадарда міне 37-ші жылдары міне бүкіл сүт бетіне шыққан қаймақтары қазақтың. Бұлардың барлығы керемет оқыған, Петербургтен оқыған, Москвадан оқыған, Орынбордан оқыған, қандай мықты адамдар. Солардың бәрін енді міне қырып атып тастады. Енді оның мақсаты сол. Енді менімше өз шынында да қазақтарды көп қырды ғой. Енді және сіз фотосуреттер алып келіп отырсыз осы студияға. Бұл адамдар кімдер, жалпы жауының балалары ма, ұшыраған адамдардың балалары ма?
көрсетіп отырғандай міне жаңағы ұрпағы Фарида деген апайымыз деді. Фарида жаңағы Орал қызы дедік. Осы апамыз қазір міне қанша жыл мұғалім қызметін атқарды деп айтып отырмыз. Мынау міне апалары сол уақытта қалған міне фотосуреттер кимешегін киіп отырған осы. Енді бір көп біраз фотолар әкелдім. Мынаның ішінен біз жаңағы айтып отыр ғой, ең алғаш осы мына репрессияны алаштардан басталып, алаш енді автономиялық республика құрамыз дедік қой, соны қозғайықшы кішкене. Сол уақытта мына бізде енді мына фотосуреттер бар ғой енді алаштықтардың қойылған. Ең алғаш мен айтып кеткім келетіні 1928 жылдардан басталды ғой енді мына несі. Сол кезде 44 алаш зиялылар бірінші ұшырайды неге репрессияға. Соның ішінде мына Жүсіпбек Аймауытов пен Қалел Ғаббасов кетеді ату жазасына. Қалғанда Жақып Ақбаев дегендер бар, мына жаңағы Имам Ыдырысов деген кісілеріміз, олар ана мына Черногор мет аға қателеспесем мына Россияның бір несіне Черногория мет жоқ Черногория емес басқасына мына бір несіне айдауға жіберіледі түрмесіне 10 жыл неде жүретін Жақып Ақбаев деген кісі, ол ең алғашқы мына қазақтан шыққан юрист ол мына Семейде Гупревкомда жұмыс істейді. Ең алғашқы мына қазақтардың бірінші құрылтайында петиция жарияланған кезде міне Павлодарда жиын болады емес пе, сол кезде ең алғашқы сол кісі мына сөз сөйлеген екен мына қазақтардың қолын жинап дауыс жинап. Мына жаңағы айтып отырған Қалел Ғаббасов деген кісімізді ол қарағандылық қой негелер тумалары. Сол кезде ол кісі мына Семейдің несінде тоже Гупревкомда жұмыс істеп жүрді. Ол физик-математик болады. Ол кісіде ең алғаш мына Әлихан Бөкейхандар мына енді Ресейменен не жасап отырды ғой енді бұларда саяси қарым-қатынасы несін жасап отыр. Соның ішінде мына Қалел Ғаббасов, Әлімхан Ермеков, Әлімхан Ермековтың өзін жіберді. Енді таза бұлар юристтер, математиктер, экономистер ғой. 9 тіл, 7 тіл білген нелер. Сол кезде мына Қалел Ғаббасов кетеді. Одан кейін уже міне 37 жылдар, 38 жылдарға кеткен кезде мына Сәкен Сейфуллиндарың бар, мына Бөкейханов бар, Жақыптардың бәрі ақындап одан кейін келесі легілегімен кетеді. Сонда барлығы алаш ордалықтардың ішінде 4622 адам шатаспасам не істі болады да, оның 2600 бір нәрсе адамы ату жазасына ұшырап кетеді. Сол кезде басталған несі. Ал енді мына біздің өлке қатысты жай ғана мына алаштақтар емес, былай жазушылардың өзінде де мына Мұхтар Әуезов те ұшырап, ол бірақ енді ұшырап кеткен кезде оны аман есен алып қалады ғой. 3 жыл условносын. Ол шәкірті Қайым Мұхамедхан. Қайым Мұхамед ең соңғы тияғы болады ғой енді осыны алып қалған. Ал жазушылардың ішінде енді бір өзге ұлттарда енді ат салысып жатты ғой өз кезінде нелерін жазып деген секілді. Енді кеңес үкіметі жаңғыз қазақтарға тиіскен жоқ, оның ішінде бәрі де кетті ғой, бірақ қазақ көп алынды. Соның ішінде мына жерде Павел Васильев деген ақынды айтқым келеді енді, өйткені енді мынау Зайсан қаласының тумасы екен, 1937 жылы атылады. Мәскеуде бұл Соляной бунт деген ең алғаш кітаптарын жарыққа шығарады. Ол Соляной бунт деген осы қызыл террорға қарсы шыққан кеңестік ненің әшкерлеу дейді, әлпетін көрсету мақсатында бұл кісі Павлодарда тұрады біраз жылдар. Одан кейін Мәскеуге кетіп, ең алғашқы қызыл террорға қарсы антинеметтік нелерін жіберетін. Әлихан Бөкейхан да өзінің несін жазып отырды ғой, ең алғашқы қазақ газетіне, мына Сарыарқа нелеріне ұсынып отырды. Сол секілді мына кісі ұсынып отырған кезде бұны да 38-37 жылы ату жазасына ұшыратады екен. Енді сондай бір мысалы енді және аға сіз хабарымыз басында айтып кеттіңіз, 1924 жылы жалпы еңбекші қазақ газетінде жарық көрген Әлихан Бөкейхановтың Қазақ қанша атты мақаласында қазақ ұлтының саны 6.470.000 болыпты. Арада 8 жыл өткен соң 32 жылы аштықтың дәл қарсаңында қазақтардың табиғи өсім 7 миллионнан асқан екен. Енді осы орайда алаштанушы Сұлтанхан Аққұлұлы келтірген қаралы статистика тіптен жағастады. 1937 жылғы халық санағы аяқсыз қалып, кейін 1939 жылы қайта жүрілген санаққа сәйкес қазақтың саны небәрі 2 миллионнан сәл ғана асыпты. Демек, аштық кезінде қазақтың саны 5 миллионға кеміген. Кейбір ақпараттарда 2 миллион, 3 миллион деп жүр, бірақ Сұлтанхан Аққұлы ағамыз 5 миллион кеміген дейді. Басқаша айтқан адамзат тарихындағы ең үлкен зұлматқа қатты ұшыраған осы қазақтар. Байқасаңыз, қазақ халқының 30% емес, 40% емес, 70% ажал құшты. Мысалы, көрші Қырғызстанда ашаршылықтан соңғы мәліметке қарап отырсам, деректерде 26 мың адам қайтыс болыпты. Жалпы Совет өкіметі құрамындағы елдердің қатарында ашаршылықтан ең көп шығынға ұшыраған қазақ халқы мен Украина халқы екен. Орта Азияда көрші қырғыз, өзбек халқымен салыстырған қазақтар ашаршылықтан әлдеқайда көп құраған. Бұл неліктен аға? Кеңес билігі қазақтарды әдейі жоюға тырысты деген пікірмен келісесіз бе? Жалпы қазақ сол кездегі мәліметтерді қарап отырсақ, Голошокин басқарған тұста енді біз көбінесе
Мәскеу қарай астықты да, байлықты да, жалпы шаруалардың қолындағы жаңағы 5 мың бесеуін бересіне барлығын өткізіп жатты. Сол себептен қазақ халқы ашаршылыққа ұшырай бастады. Ал қырғыз халқында сондай бір билік басында болған азамат, атын ұмытып тұрмын, ол кісі хат жазады Мәскеудегі билікке: біз қазақтар сияқты аштықтан қырылғымыз келмейді, сондықтан халықтан тартып ала алмаймыз, егер де бұның менікі қате десеңдер, мені қызметімнен алып тастаңдар деген сияқты. Сол кезде біздің билік басында мүмкін ұлтжанды бір азамат отырса, Голошекиннің орнында, қалай ойлайсың, мүмкін ашаршылықтан 5 миллион халық қырылмас па еді? Енді ондай, мысалы, сол кезде мына Нұртас Оңдасыновтай, тағы да мықты бертінгі мына Әуелбековтей деген сияқты сондай адамдар отырса, енді мүмкін аздап ол не болар еді тежеу. Бірақ мысалы енді мына 29 жылы сол орталық комитеттің пленумы өтіп, мына колхоздастыру, ұжымдастыруды 1,5 жылда, міне 32 жылғы көктемге дейін аяқтауымыз керек деп ұран тастайды. Ал енді ойлаңыз, міне өзі өмір бойы малдың соңында жүрген, өзі көшпелі халық, малмен ғана жан сақтап жүрген адамдарды бүкіл малын сыпырып алса, оған енді зорлықпен 30 жыл не жасаса, ол қайда, ол не болады? Сонда уәкілдер мына енді осы жоспар жасалғаннан кейін, 1,5 жылда бітіреміз дегеннен кейін жан жаққа уәкілдер кетеді ғой енді. Ол уәкілдер келіп жиналысын ашып, олар сіздер колхозға кіргілеріңіз келе ме демейді. Колхоздастыруға сендер кім қарсы? Тек сұрақтың мәні қалай міне? Қарсы болғандар бірден мінекей неге кетті? Айдауға кетті, атылып кетті, қашып кетті. Біз шетке кеткен қазақтарды айтып отырмыз. Осы ашаршылық салдарынан мыңдаған, миллиондаған қазақ Тибет асып кетті, мысалы, Түркия жерін паналады, Ауғанстанды паналады, басқа жер шарда тарап кетті мысалы. Ол енді, мысалы, біз қазір енді байларды, мына әңгімелерде, өзегі тарихта байларды өте бір жек көрінішті көрсетеді. Аяусыз, мейірімсіз де. Ауылдың байы өзінің ауылын аталастарын шашау шығармай, солардың тамағын беріп, киімін бүтіндеп деген сияқты. Енді ол жалшы деп бір жағы айтуға да болады, бірақ сол кісіні енді өзі асырап сақтап, шамасы келмегендерін үйлендіріп деген сияқты сол ауылын ұстап отырған, ақылын айтып отырған, мысалы, тамағын беріп отырған бөлім. Енді барлық емес шығар, бірақ дегенмен сол. Сонда енді анау бір ғана бір мысал келтірсек, мысалы, міне Оғаннан мына Қалдыбай Райыс деген кісі жазады мінекей. Бұл кісі молданың көмекшісі болып, ауылдастары сайлаған екен енді. Сол енді ұжымдастырудың алдында шығар. Ал ол сайлағаннан кейін молдалардың бәрінен мына сайлау құқын айырып тастайды, билік, үкімет. Ал сайлау құқынан айырылды деген ол башқалық деген сөз түгілі, жұмысты істемейді, етпейді. Сонда міне мысалы, ол енді зорлықпен артынан енді маған сайлау құқымды қайтадан беріңіздерші, бұл Москваға хат жазуға, енді біреу арқылы шығар, Калининге хат жазады. Мен сайлау құқымды қайтарып беріңдер баяғы. Ол өзі сол 60-тың ішіндегі адам екен, 9 баласы бар. Бір екісі ер, бірдеме қой, солары ғана бар баяғы. Сонда мынау жазып мінекей, сонда жасым 67 дейді, отбасымда 9 адам, еңбекке жарамдысы мен ғана дейді сонда. Мынау 29 жылғы маусымда мемлекетке 44 астық тапсырасың деп міндеттеп қойды дейді. Астығым болмағандықтан оны пәленбай ақша төлейді. Осыны молдалық тастағаннан кейін бұл енді жермен айналысады ғой. Енді жермен ол енді егесіп шықпайды ғой. Одан сол айналысқан жылы бұл 70 пұт
бір жылда астық тапсыру керек екен енді. 70 тоннадан асып кетті ғой. Қайдан болады олар жеке меншік. Одан кейін сол үшін бұның бүкіл малын, несін, үйін бәрін кәмпескелеп алады да, сосын тағы да талап етеді, сен астық тапсырасың, пәленбай деп. Бұл енді ана сол жергілікті билікпен келісіп, бұл сонша мынау шемішке, күнбағыс, соның дәнін тапсырады, келісіп отырып. Сосын бірақ бәрібір оған нені алып алады да, күнбағысты. Қайтадан келген өкілдер, жоқ, сен астық тапсырасың, күнбағыс деген неге жатпайды деп. Оны қайтарып та бермейді, тағы да астық сұрайды. Анада астық жоқ, байқұс тағы да бүкіл недерінің бәрін сатып, өткізіп, ақыры содан әзірегенде құтылады. Бұның үстіне мынау жеке адамдардан алып жатқан салық қой. Ал өздері аяғынан әзір тұрған колхоздардан да керемет салық алым. Көп салық алудың себебі жалпы тентіретіп жіберу керек қазақ халқы. Сол мінекей. Сонда енді мен не істейін баяғы деп мына кісі сол енді. Бұл бір ғана сол кездегі адамның жан айқайы. Бұл мыңдаған адамның тағдыры. Әрине, екінің бір осындай болу керек енді жағдайы. Енді сонда бұл енді сол зұлмат енді қазаққа жаңа сол енді кейін Украинада да Голодомор деп айтып жүр ғой. Олар енді заңдастырып алды енді Голодомор болған осындай деп қазір. Бізде ондай ашаршылық болды деген не жоқ, мына бүкіл әлемдік недер ұйымдар бар ғой, соларға былай көрсететіндей ондай бізде заңды түрде қағаздастырылмаған. Ол керек екен, өйткені. Сондықтан енді қалай айтуға болады? Жалпы бұл тарихи зұлматтан біз қандай сабақ алу керек бізді ойлайсыздар? Бұл енді қайталанбаса екен деп ойлаймыз, енді қалай. Ал енді бірақ сол кездің, сол заманның көзімен қарағанда, енді бұларда ешқандай амал болмаған сияқты. Өйткені анандай қыспақ, қызыл қырғын деген, осы бір қойға топалаң тиеді ғой, соғысады. Қыспақ жасаған адамдар айдаладан келген жоқ қой, былай қарасаңыз. Сол қазақтың ортасында жүрген адамдар ғой, былай қарасаңыз. Мысалы үшін кезіндегі белгілі ана железный человек деп айтатын Темірбек Жүргеновті айтамыз. Сол кез ол бір қатты өзі бір кеңес несіне берілген бір қазақ десе де, партия деген ол бір комсомол партия қатары деген қатты бір не болды ғой, ол соған беріліп жүрген адамның өзін ең аяғында керісі көрдіңіз бе? Өзіне өзі айдап салу. Сол бір неге құлату. Сен қазір сол партияға жұмыс істеп берілген кезде сені не шығарады, көрдің бе, жаманаттық шығарады. Бүкіл сол енді саясат билік. Енді біз біреулер Сталинді нетеді, арашалайды, біреулер бұлай дейді. Енді ең негізгі сол басынан келіп отыр ғой. Мысалы мына Тайшыбаевты әбден қудалап айдатып жіберген рейтердің бірінші секретары горкомының Курицын деген адам. Сол кейін, мына кісіден кейін өзі 15 жыл қалқырау болып барып келді мысалы. Голошекенің өзі де біз айтылып аты жазасы кесілді. Аты жазасы кесілді Голошекенің өзі де. Сонда енді жоғары биліктен басталған несі. Енді салихалы сұхбаттарыңызға рахмет сіздерге. Алтын уақыттарыңызды бөліп, бүгін студиямызға келгендеріңізге, енді тәуелсіз Қазақстан тарихында мұндай зұлмат, нәубет жылдары болмасын деп тілейміз. Еліміз аман, жеріміз тыныш болсын, жаратушы береке бірліктен айырылмасын дейміз. Көп рахмет сіздерге. Еңбектеріңіз жемісті болсын, айтарларыңыз көп болсын дейміз. Ақыл айтып. Рахмет. Алихандай неңіміз тұратын болса, кезіндегі Японияға еліктеп соғыс сияқты қатарлы ел болып дамып кетер едік, бірақ соны білген солақай саясат білді. Біз өсетінімізді, өнетінімізді, өйткені біздің ата-бабамыз текті бәленбай нені білген, тіпті Лениннің өзі алдында бүкшеңдеп қалатын дейді. Сол секілді қазіргі сондай ұрпақтарымыз көбейе берсін білімді де. Енді мынандай, мына зұлмат
қуғын сүргін құрбандарын еске алу күні деп жатырмыз ғой, 31 мамырды. Соған мына ашаршылық деген сөзді де қосқан дұрыс сияқты. 31 мамыр ашаршылық және қуғын сүргін құрбандарын еске алу күні. Қазір бұл айтылды. айтылды. Олар енді міне қаншама адам, міне жазықсыздан жазықсыз кеткен адамдар ешқандай жоқтаусыз қалды енді. Соған енді мына тыңдап отырған көрермендер болса, өздерінің шежірелерін кішкене ата бабасынан қарап, соларды мына Құран дұғаларына қосып жүрсе, ол да бір енді қазақ үшін сауап қой. Соны енді ұмытпайық. Менде көрермендер көріп отырса айтатын едім, бізде енді міне жыл санап азайып барады, көздері кетіп барады, ұрпақтарының да көздері кетіп барады. Енді немере шөберелеріне қалдырып жататын болса, біз білмейміз, біз білмейміз деп жататындар да бар нәрсені көрсетпей жататын. Сол себептен бар дүниелеріңізді өткізіңіздер, мұражайда сақталсын, ұрпақ білу керек, өткізу керек, ол ертең сарғайып бір жерде қалып қалады. Сол айтар едіңіз, көрермендер көріп отырса. Жақсы, көп рахмет сіздерге. Өзіңізге де рахмет. Көп рахмет, еңбектеріңіз жемісті болсын. Жақсы күндерде жолыққанша. Құрметті көрермендер, осымен біздің студиямыздағы сұхбатымыз аяқталды. Аман-есен жүздескенше, әр істеріңіз берекелі, әр күндеріңіз мерекелі болғай.